Мына масқаралықты қараңыздар ағайындар. Қараңыздар, мына аймақтың бүткіл бәрі тола су. Бұл біздің жайықтың суы. Далаға жіберіп жатыр. Бостан бос далаға жіберіп жатыр. Қараңыздар, жайық осы жерден 70-80 километр. Ал мына суды Бағырлай каналына қолмен кәдімгі насоспен айдап жіберіп, енді ол каналдың бәрі толып, мына жайылманың бәріне су жайылып кетіп жатыр. Ешқандай да су тасып жатқан жоқ, жайықта өз қалпында тұр. Бірақ мына суды неліктен бұлай бостан бос далаға жіберіп жатқаны белгісіз болып тұр. Біз қазір бүгін 20 наурыз 2025 жыл. Біз қазір мынау Зеленыйдың, яғни Көктоғайдың тұсында тұрмыз. Мынау нарын жақ беті, мына жақта нарын. Міне, көрсеңіздер. Мына Бағырлайдан шыққан, каналдан шыққан сулардың бәрі жайылмаға жайылып, бостан бос далаға жайылып кетіп жатыр. Мына сулар. Бұны неліктен жіберіп жатыр, не мақсатта жіберіп жатқаны бізге белгісіз. Бірақ жіберіп жатқан жаңағы медігер мекеме Қазсушар. Олар өздері де білет. Мына сумен бірге, мына ішінде бостан бос ертең келіп жатқан балық бар. Балықта ертең мына су қайтып кеткен кезде, мына ішінде балықта қырылып қалады. Балық қырылады. Мына жерге неліктен жіберіп жатыр? Мына жерге күріш егейін деп жатыр ма? Не мақсатта жіберіп жатқан бізге белгісіз. Бірақ айнала ең жазық даланың бәрін осындай километр бәленбай су басып кеткен. Осының бәрін және де қолмен жасап отыр. Неліктен жасап отқан бізге белгісіз болып отыр. Қараңыздар, айналаның бүткіл бәрі су. Қазір дронмен де түсіріп жатыр. Не мақсатта жіберіп жатқан бізге белгісіз болып отыр. Мынаны қалқыған су. Мынау Бағырлайдан шығып жатқанда кәдімгі ағыс бар. Ағыс әлі тоқтамаған. Өте қарқынмен, насоспен бұны бостан бос жіберіп жатыр. Осыған енді біздер табиғат жанашыры ретінде табиғат прокуратурасына жолдаймыз. Бостан бос келіп жатқан су, ертең бұның последствиясын біздер өзіміз көреміз, халық болып. Өйткені мына ішінде қаншама мәліктер қырылып қалады мына ішінде. Балықтар қырылады ертең осының ішінде. Қаншама балық бар мына ішінде. Қараңыздар. Жайықтың суы өзі шығып кетсе, ол ештеңе емес. Бірақ бұны қолмен айдап жатыр да, қолмен айдап жатыр. Қолмен насоспен айдап судың бәрін далаға төгіп жатыр. Ал көріңіздер ал.